Соқтан мұсылманға бізге бір-бірімізді жақсы көру бұйырылғанда, жақсы көруді кедергі жасап келатқан нәрсе бар ма? Соны қуып жіберіңіз, бауырыңызды қумаңыз. Мынаны қуып жіберіңіз. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сол мәселелер, ғайбат мәселесі. Мысалы, мынандай бір жағдай болады, байқалмайды деп жатырмын ғой мен. Сіз жұмыстан келе қалдыңыз. Әйеліңізде манты пісірген, дастарханды қойып жатыр. Бір хабарды естігенсіздер. Аналардың істеген ұят қой енді, ұят масқара халық. Иман жоқ па, не нәрсе өзі? Бұл екеуіне не 10 жылдан кейін, не 5 жылдан кейін тура сондай бір сынақ келеді. Адам ойламайды. Манты жеп атып, альхамдулилля, бисмиллямен басқа одан құтыла алмаймыз біз. Мәселе мына жақта отыр проблема, мына жақта отыр. Сондықтан атаға не дейді? Өздеріңді ақтамаңдар, қараңдаршы. Немен аяқтайды? Хуа а'ламу биман иттақа. Кімнің тақуа екенін мен білем ғой дейді. Неменесіне ақтай бересіңдер дейді өздеріңді. Мен білем дейді кімнің шын мәнінде абайлап қорқып жүргенін. Неменеге өздеріңді көрсете бересіңдер өйтіп. Жаңағы сөздер, ана жерде шынында ешқандай күнә болып отқан жоқ сияқты асылы. Ұят, анау, ұят. Қараңыз қандай мәселе.